Сәлеметсіздер ме, балалар? Математика 4-ші сынып 18-ші сабақ. 18-ші сабақта балалар көп таңбалы сандарды ауызша есептеу тәсілдерін үйренетін боласыңдар. Бірінші есепте қосындыны санға қалай көбейтуге болатынын есіңе түсір. Қосындыны санға қалай бөлуге болады? Осы біліміңді пайдаланып, дейді, өрнектердің мәнін тап, дейді. 1234-ті көбейтеміз 2-ге тең 1000 қосу 200 қосу 30 қосу 4 көбейту 2. Бұнда балалар разрядты қосылғыш түрінде мыңдықтарын, жүздіктерін, ондықтарын, бірліктерін бөлек-бөлек алып аламыз. 1000 мен 2-нің көбейтіндісі 2000, 200 мен 2-нің көбейтіндісі 400 қосу 60 қосу 8-ден 2468. Келесі есебіміз 31211 көбейту 3. 30.000 қосу 1000 қосу 200 қосу 10 қосу 1 жақшашыне көбейту 3. 30.000 мен 3-ті көбейтеміз 90.000, 1000 мен 3-ті көбейтеміз 30.000, 200 мен 3-ті көбейтеміз 600.000, 30 қосу 3 тең 93.633. Әсінде 2468 бөлу 2, бұл енді бөлу амалына берілген есептер. 2000 қосу 4000 қосу 60.000 қосу 8000 бөлу 2000. 2000-ге 2-ке бөлеміз 1000, 402-ке бөлеміз 200 қосу 60-ты 2-ке бөлеміз 30 қосу 4, 1234. Келесі есебіміз 93699. Тең болады жақшашыне 90.000 қосу 3000 қосу 600 қосу 90 қосу 9 бөлу 3. 90.000-ды 3-ке бөлеміз 30.000, 30.000-ды 3-ке бөлеміз 1000, 600-ды 3-ке бөлеміз 200, 90-ды 3-ке бөлеміз 30 қосу 3 тең 31233. Жақшашінде А, В-ның қосындысы көбейту С, А көбейту С қосу В көбейту С. Жақшашінде А мен В-ның қосындысы бөлу С, А бөлу С қосу В бөлу С. С көбейту В жақшашінде А мен В-ның қосындысы С көбейту А қосу С көбейту А. Амалдардың қасиеттері ауызша есептеуге көмектеседі. Көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту үшін, бөлу үшін, оны разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып, көбейтуді, бөлуді разряд бойынша орындау қажет, дейді. Екінші есепте дұрыстығын тексер. 22341-ді 2-ке көбейту үшін 20.000 қосу 2000 қосу 300 қосу 40 қосу 1 деп алып, оны 2-ке көбейтеміз. 20.000-ді 2-ке көбейтсек 40.000, 2000-ді 2-ке көбейтсек 4000, 300-ді 2-ке көбейтсек 600, 40-ды 2-ке көбейтсек 80, 1-ді 2-ке көбейтсек 2, сонда 44682 шығады екен. 123.212-ні көбейтеміз 3-ке 100.000 қосу 20.000 қосу 3000 қосу 2000 қосу 10 қосу 2 қосу. Жақшасында 3-ке көбейтеміз 100.000-ді 3-ке көбейтеміз 300.000, 20.000-ді 3-ке көбейтеміз 600.000, 3000-ді 3-ке көбейтеміз 9.000, 200-ді 3-ке көбейтеміз 600.000, 10-ды 3-ке көбейтеміз 30, қосу 6, 369.636. 111.202-ні 4-ке көбейтеміз 100.000 қосу 10.000 қосу 1000 қосу 200 қосу 2 көбейтеміз 4-ке. 100.000-ді 4-ке көбейтеміз 400.000, 10.000-ді 4-ке көбейтеміз 40.000, 1000-ді 4-ке көбейтеміз 4000, 200-ді 4-ке көбейтеміз 800, қосу 2-ні 4-ке көбейтеміз 8, сонда 444.808 болады екен. 444.804-ті бөлеміз 4-ке 400.000 қосу 40.000 қосу 4000 қосу 800 қосу 4 бөлу 4. 400.000-ді 4-ке бөлеміз 100.000, 40.000-ді 4-ке бөлеміз 10.000, 4-ні 4-ке бөлеміз 1000, 800-ді 4-ке бөлеміз 200, 4-ті 4-ке бөлеміз 1, сонда 11201 шығады екен, балалар. Үшінші есеп тиімді тәсілмен есепте. Жақшашінде 300.000 қосу 60.000 қосу 6 бөлу 6, 6-ның бөлінісі тең болады 300.000 бөлу 6, 60.000 бөлу 6, 6 мен 6-ның бөлінісі, сонда 50.000 қосу 10.000 қосу 1,
60.001 шығады екен. Жақша сінде 8.000 қосу 400 қосу 20, жақша сыртында 2 бөлеміз. 8.000 бөлу 2 қосу 400 бөлу 2 қосу 20.000 бөлу 2, 4.000 қосу 200 қосу 10, 4.210. Жақша сінде 40.000 қосу 20.000 қосу 6.000, жақша сыртында 6.000-ға бөлеміз. 60.000-ды 6-ға бөлеміз. 10.000, 6.000-ды 6-ға бөлеміз. 1000, сонда 11.000 шығады. Жақша сінде 490 қосу 14.000 қосу 7.000-ді бөлеміз 7-ге. 490 бөлу 7 қосу 14.000 бөлу 7 қосу 7.000 бөлу 7 тең 70.000 қосу 2.000 қосу 1000 тең 70 қосу 2.000 қосу 1000 тең 3070. Жақша ішінде 36.000 қосу 18.000 қосу 9.000 қосу жақша жабамыз бөлу 9. 36.000 бөлу 9 қосу 18.000 бөлу 9 қосу 9.000 бөлу 9 тең 4.000 қосу 2.000 қосу 1000 7.000. Жақша ішінде 20.000 қосу 210 210 қосу 35 бөлу 7, 21.000 бөлу 7 қосу 21.000 бөлу 7 қосу 35 бөлу 7, 3.000 қосу 30 қосу 5 тең 3035. Әсінде, жақша ішінде 1000 қосу 200 қосу 50 бөлу 5 тең 1000-ды 5-ке бөлеміз қосу 200-ді 5-ке бөлеміз қосу 50-ді 5-ке бөлеміз. Сонда 200 қосу 40 қосу 10 250 болады екен. Жақша ішінде 800.000 қосу 1200 қосу 1800 жақша жабамыз бөлу 5. 800-ді 5-ке бөлеміз қосу 1200-ді 5-ке бөлеміз қосу 1800-ді 5-ке бөлеміз тең 1600 қосу 240 қосу 360 тең болады 2200. Жақша ішінде 10.000 қосу 30, 300 қосу 300 жақша жабамыз 2 тең 10.000 бөлу 2 қосу 30.000 бөлу 2 қосу 300 бөлу 2 тең 5000 қосу 150 қосу 150 тең 5300. Жақша ішінде 10.400 қосу 12600 қосу 1000 жақша жабылған бөлу 4 тең 23000 бөлу 4 бөлу 1000 бөлу 4 тең 5750 бөлу 250 тең 6000. Жақша ішінде 5600 қосу 1300 қосу 30000 бөлеміз 6-ға 6900 бөлу 6 қосу 30000 бөлу 6 тең 1150 қосу 5000 тең 6150. Жақша ішінде 20000 қосу 5000 қосу 500 қосу 10 бөлеміз 5-ке тең 20000 бөлу 5 қосу 5000 бөлу 5 қосу 500 бөлу 5 қосу 10 бөлу 5 тең 4000 қосу 1000 қосу 100 бөлу 2 тең 5102. Төртінші есеп тапсырманы орында. Арман достарының қандай құндылықтарын білетінін анықтау үшін олардың арасында сауалнама жүргізді. Өрнектерді амалдар бойынша жазып, мәнін тап. Сонда сен балалардың әрқайсысы қай сөзді айтқанын білесің. 100.000 азайту 42.000 бөлу 2 тең 100.000 азайту 21.000 тең 79.000. Ерлан мейірімділік деген сөзді біледі екен. 90.800 азайту 40.844 бөлу 4, 90.800 азайту 10.211 тең болады 80.589 болады өмір. Үшінші есеп 4 көбейту жақша ішінде 14.500 азайту 13.400 тең болады 4 көбейту 1100 тең 4400 әлия білім. Төртінші есеп 124.113 көбейту 2 қосу 369600 бөлу 3 248226 қосу 123200 тең 371426. Арман достық. Бесінші есеп 29500 бөлу 5 қосу 40093 тең 5900 қосу 40093 тең болады 45993. Ерке адалдық. Алтыншы есеп 55128 азайту 44682 бөлу 2, 55128 азайту 22541 тең болады
787 айна отбасы 700.809 азайту 22.000 көбейту 4 тең 700.809 азайту 88.612.809 серік еңбек деген сөздерді біледі екен. Бесінші есеп сұлбаны пайдаланып, 3 тапсырмаға ұқсас өрнектер құрасты. Жақша ішінде 30.000 қосу 2700 қосу 600 жақша жабамыз 3. 30.000 3-ке бөлеміз 10.000, 2700 3-ке бөлеміз 900, 600 3-ке бөлеміз 200, сонда жауабы 11.100. Екінші есепте жақша ішінде 20.000 қосу 4.000 қосу 5.000 бөлеміз 5-ке, 20.000 мен 5.000 бөлінісі 4.000, 4.000 мен 5.000 бөлінісі 800, 500 бен 5.000 бөлінісі 100, есептің жауабы 4.900 шығады екен. Алтыншы есеп мәтіндерді оқы, олар есеп болатындай сұрақтар ойласын. Асында қайырымдылық концертіне 21.234 кәсіби және одан 2 есе артық кәсіби емес әртістер қатысты. Кәсіби 21.234 әртіс, кәсіби белгісіз одан 2 есе артық. 21.234 көбейту 2 тең болады. Жақша ішінде 20.000 қосу 1000 қосу 200 қосу 30 қосу 4 көбейту жақша жабылған 2. 20.000-ді 2-ке көбейтеміз 40.000, 1000-ды 2-ке көбейтеміз 2000, 200-ді 2-ке көбейтеміз 400, 30-ды 2-ке көбейтеміз 60, 4-ке көбейтеміз 8. Сонда 42.468 кәсіби емес әртістер болған екен. Есептің әсінде қайырымдылық концертін өткізуден 966.399 теңге жиналды. Оның 3-тен 1 бөлігі балалар ауруханасына, ал қалғаны балалар үйіне жіберді. Балалар үйіне қанша ақша жіберілгенін анықтау үшін 966.399 бөлу 3-ті, жақшасында 9.000 қосу, 60.000 қосу, 6.000 қосу, 30.000 қосу, 90.000 қосу, 9.000-ді жақшасына 3-ке бөлеміз. 300.000 қосу, 20.000 қосу, 2.000 қосу, 100 қосу, 30 қосу, 3 қосу тең болады. 322.133 бұл ауруханаға 966.399-дан 322.133 алатын болсақ, 644.266 шығады екен. Бұл балалар үйіне берілген ақшаның көлемі. Жетінші есеп теңдеу. X азайту 465-тен 1231 көбейту 3. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып аламыз. Ол үшін 1231 мен 3-ті көбейтеміз 3693. 3693 пен 465-ті қоссақ 4158 шығады. А қосу 347 тең болады 897 көбейту 4. 897 мен 4-ті көбейтсек 3588 тен шығады. 3588-ден 347-ні алсақ 3241 шығады. 401 мың азайту Y-тен 24.121 көбейту 2-ні көбейтіп аламыз. 48242. 401 мыңнан 48242-ні алсақ 352.758 шығады екен. Соңғы теңдеуіміз біздің 1 миллион азайту 62 көбейту X. Теңдіктен кейін 987.600 шығады. 1 миллионнан 987.600 азайтсақ 12.400 шығады. 12.400-ден 62-ні бөлетін болсақ 200 шығады екен. 8-ші есеп өрнектерін мәнін тап. Бөлгіштің өзгерткенде бөлімденің мәні қалай өзгеретінін жөнінде қорытынды жаса. 96 мен 4-дің бөлінісі 24, 96 бөлу жақша ішінде 4 пен 2-ні көбейтіндісі 96 бөлу 8, 12, 96 бөлу 4 пен 2-ні бөлінісі 2, 96 мен 2-ні бөлсек 48. Әсінде 999 бөлу 3, 333, 999 бөлу жақша ішінде 3 пен 3-ні көбейтіндісі 9, 999 мен 9-ның бөлінісі 111, 999 бөлу жақша ішінде 3 пен 3-ні бөлінісі 1, 999 мен 1-ні бөлінісі 999. Асында бөлгіш қанша есе артса, бөлінді сонша есе кемейді. Бөлгіш қанша есе кемсе, бөлінді сонша есе артады.
Әсінде бөлгішті 3 есе арттырғанда бөлімді 3 есеге кеміді. Бөлгішті 3 есе кеміткенде бөлімді 3 есеге артты. 9-шы есеп. Хабарландыруды қара. Мереке күндері билеттің құны қанша тұрады? Жеңілдік бойынша 4 адам демалысына қанша ақша жұмсау керек? Әдеттегі күнмен салыстырғанда қанша үнемделгенін анықта дейік. 4242 теңгені бөлеміз 2-ге, 2121 теңге шектеу қойылмайтындай билеттің жеңілдік құны. Екінші 1242 теңгені бөлеміз 2-ге, 623 теңге 1 сағаттық билеттің жеңілдік құны. Үшінші 1221 көбейту 4, 8484 теңге шектеу қойылмайтын билеттің құны бойынша 4 адамның демалысқа жұмсалған ақшасы. 4242 көбейту 4, 16968 теңге. Жай күндері болатын демалысқа кеткен 4 адамның ақшасы. 16968 азайту 8484 тең болады. 8484 теңге үнемделді. Төртінші 1246 көбейту 4, 4984 теңге. Жай күндері 1 сағаттық демалыстың 4 адамға кеткен ақшасы. 623 көбейту 4, 2492 теңге. Мереке күндері болатын 1 сағаттық демалыстың 4 адамға кеткен ақшасы. 4984 азайту 2492 тең болады. 2492 теңге үнемделді. 10 есеп. Есепті шығар деп тұр. Есептің жауабы берілген. 11 есеп. 844268 деп бөлеміз. Бізде мәні 422134 шықты. Бастапқы ең бірінші ауызша бөлуге қалай есептедік, солай орындалады. Келесі 396633-ті 3-ге бөлгенде мәні бізде шықты. Мәні 132211. Үшінші есеп 639996-ны 3-ге бөлген кезде бізде мәні 213332 шықты. 284.682-ні 2-ге бөлгенде есептің мәні бізде 142341 шықты. 5-ші есепте 12234-ді 2-ге көбейткенде бізде мәні 24468 шықты. 6-ші есеп 31332-ның көбейтіндісі 3, мәні 93996. 11321 мен 3-дің көбейтіндісінің мәні 33963. 442311 мен 2-ның көбейтіндісінің мәні 824622. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Достар, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз.